Ертеде бір патшаның екі қызы болыпты. Патша оларды өте жақсы көріп, ештеңеден тарықтырмай өсіреді. Уақыт өте келе қыздардың мінезі өзгере бастайды. Кіші қызы әрдайым күлімдеп жүреді, ал үлкен қызы көңілсіз екен. Оны көрген патша не істерін білмей уайымдайды. Бір күні патшаға білімді саяхатшы келеді. Үлкен қызым күлмейді, дертін ешкім білмейді, дейді патша. Саяхатшы қыздарды бақылайды. Олардың күнделік жазғандарын көреді. Саяхатшы таңертең тұрып күнделіктерін ашып көреді. Кіші қыз өзіне жасалған жақсылықтарды жазыпты, ал үлкен қыз тек әділетсіздіктерді тізіп отырған екен. Саяхатшы барлығын түсінеді. Сөйтіп олар күнделіктермен ауысуын сұрайды. Үлкен қыз дәптердегі жақсы сөздерді оқыған сайын жүзі нұрлана бастайды. Кенет ол жымиып, тіпті қуана ән салып кетеді. Мұны көрген патша өз көзіне өзі сенбейді. Ол дереу саяхатшыны шақыртады. Сонда саяхатшы айтады: «Патшам, өмір айна, жақсылықты ойласаң, жақсылық көресің», дейді. Үлкен қызыңыз өмірінің тек жаман жақтарын ойлағаны үшін бақытсыз болыпты, дейді. Сол күннен бастап екі қыздың да өмірі өзгереді. Олар шүкіршілік етіп, жүректерінде мейіріммен бақытты өмір сүріпті.